Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бүгін осындай жент, яғни ұлттық бір тәтті түрін дайындағым келіп тұр. Өте қарапайым, 4 қана заттан тұрады құрамы, өте жеңіл. Сізде бірге дайындап көріңіз. Жаз кезінде талқанды өзін қаймақпен бірге ұсынып жатамыз дастарханға. Ал енді қыстың кезінде свежий қаймақ көп бола бермейтін кезде осы жентті жасасаңыз, дастарханыңызда өте дәмді, әдемі болып тұрады. Бізге талқан керек және қант керек. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды және қойытылған сүт, яғни сгущенкамызды салып, бар болғаны жақсылап тұрып араластырсаңыз болды. Енді құрметті қонақтар келген кезде, мысалға қыстың кезіндегі соғым қонақтық, шілдехана деген сияқты құдалық немесе үлкен кісілер болатын қонақтықтарға қойсаңыз, үлкен кісілер сүйсініп жейді. Мына дүкеннен алатын уақ конфет, орехтардың қасында өте үйлесім тауып, дастарханыңызды ашып, әдемі болып тұрады. Оның үстіне алда бізде Наурыз мерекесі келе жатыр. Соған да осы ұлттық тағамды жасасаңыз, өте керемет, барлығы тамсанып жейтін болады, бала да, үлкен де. Сондықтан менімен бірге жасап көріңіз. Менің видеом сізге пайдалы болып ұнаған болса, әрине пікір қалдырып лайк басып кетіңіз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Мен бұл жент 3-4 сағат холодильникте қатқаннан кейін үстінен қою қара шоколадпен әсемдедім. Сізде қолыңызда бар ақ шоколадпен немесе молочный шоколадпен әдемілесеңіз болады. Арнайы коробкалар, формулар болады. Негізі шоколад дайындайтын, ал мен осы шоколадтың коробкаларын арнайы сақтап жүретін едім. Жент жасаймын деп, сол бүгін пайдаға асты. Менде осы бір 300 граммдай талқаннан 3 коробка толды және артық қалғанын қолмен әртүрлі формулар жасап қойдым. Видеоның соңында көресіз. Холодильникке кішкене ғана қатырғаннан кейін шаймен жей берсеңіздер болады. Өте дәмді, керемет, тәтті болып шығады. Менімен бірге дайындап көріңіз міндетті түрде. Талқанды негізі көпшілігі ұнататын болуы керек. Өйткені қаймақпен, жаңа қант қосып жегенге өте дәмді. Ал енді жент түрінде жесеңіз шаймен өте керемет, дәмді, тәтті болып шығады. Осы бір ұлттық тағамымызды жоғалтпай жасап жүрейік. Міне 3-4 сағаттан кейін жаңағы формулардан өте оңай алынып, шашырамай біркелкі болып тұрады. Енді дәмі сөзсіз бәріңізге ұнайтын болады. Жасап көріңіз міндетті түрде. Міне мен шоколадпен, бар шоколадпен аз ғана әсемдедім. Сізде өз қалауыңызша әсемдеп дастарханыңызға қойсаңыз болады. Видеом ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып, және менің әр апта сайын шығып жатқан видеоларымды жоғалтпамас үшін тіркеле кетіңіз.